50 жылда ел жаңа дейді. Ілімің мен білімің жетіп жатса, оны ұштастыра алсаң, кім қарсы болып жатыр? Ендеше сол елдің ұйытқысы болып жүрген енелер мен заманауи келіндер бар ма өзі? Әрине қызым, бар. Жақсы адам көп қой. Ақтау қаласында менің құрдасым Ақмарал Қонақбаева бір емес қос келін әдемілеп тұрып, үлгі етіп ұстап отырған керемет, жаңағы үлгі болар аналардың бірі. Ендеше біз Келінжан жобасының алғашқы шығарылымын сол отбасыдан бастаймыз. Bizimki kelin olasın ba, şey bir buram dağasın ba. Takın değilsin anlamasına. Bizimki kelin olasın ba, bizimki kelin olasın ba, şey bir buram dağasın. Ал қымбатты ағайын, бүгін біз Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы атышулы, үлгілі болып отырған сондай бір керемет үйлесімді келісімді отбасында қонақтамыз. Қайрекеңнің шаңырағындамыз. Жолдасы Ақмарал ханым менің құрдасым болып шықты. Аллаға шүкір, міне бір емес қос келінді әдемілеп тұрып, жұртқа үлгі етіп жеткізіп отырған керемет ардақты ана. Танысқаныма өте қуаныштымын. Жас келін түсіріп жатыр екенсіз. Құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Анау келін ене топырағынан дегенге екеуі де өзіңіздің аузыңыздан түсіп қалғандай. Тәтті, сүп сүйкімді, әдемі, ал енді даналық, ақылдылық өзіңіз сияқты, ол енді тәжірибемен келетініне сенімдімін. Ал келінді қазір бұл заманда білесіз, келін мен ене жау болып жатады, орталары дауға толып жатады. Бұл бағанадан бері өздеріңіздің шаңырақтарыңызда да болдық, жаңа құдалық тойда да қарап қуаныштарыңызды бөлісіп отырмыз, Аллаға шүкір. Қарап отырып, расында да бір ұйған, әдемі, келісімді, қызығатындай отбасы екенсіздер. Енді алғашқы сұрағым өзіңізге. Ененің міндеттеріне не жатады? Біріншіден, Айнұр ханым, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Анау астанадан ат терлетіп, біздің қуанышымызға ортақтасамын деп, біздің құдалығымыздың ішінде боламын деп, осы Маңғыстаудың салт дәстүрін көрем деп, біздің жанұямыздың қуанышына куә боламын деп келіп жатқаныңызға өте қуаныштымын. Енді мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Ененің міндеті қандай? Ененің міндеті ол келіндерге үлгі болу. Менің келіндерге қояр ешқандай да талабым жоқ. Мен оларға өзімді үлгі қылып көрсетіп отыруым керек деп ойлаймын. Мен өзім қандай болсам, менің келіндерім де сондай болуға тырысады деп ойлаймын. Сондықтан да сөйлеген сөзім, киген киімім, үйді қалай ұстауым, дастарханды қалай жаюым, келіндерім де соны көріп, сондай болады деген үміттемін. Және де ол үмітім ақталып жатыр. Себебі менің балапан келінім де міне түскеніне 5 жылдай болды уже. Міне отақан келінім түсіп жатыр. Осы келіндердің жүріс тұрысына қарап, сөйлеген сөздеріне қарап, киінгендеріне қарап, және де жан-жағындағы адамдармен қарым-қатынасына қарап, мен ойлаймын, менен үлгі алып жүрген шығар деп. Сондықтан да бұл енді менің өзімнің бір жаңағы ұстанымым, ол келінге күнделікті сен былай жаса, мынауың дұрыс емес деп айтпаймын мен өзім. Мен тек қана өзімнің жасаған жұмысыммен, атқарған ісіммен үлгі болуым керек деп ойлаймын. Сол ененің міндеті деп ойлаймын. Расында да енді әр нәрсе біз өзіміздің айнамыз ғой, балаларымыз. Алла тағала ниетке береді дейді. Ол ниетіңізге, өзіңізге ұқсайтын, сізді алыстан түсіне қоятын, ұңжымы бір деп қазақ айтқандай, сондай керемет бір көрегенді жердің қыздарын алып отыр екенсіз. Және де менің бір қуанатыным сол менің көрсеткен нәрсемді қайталап жасап, өзінің ата-анасынан сіңірген тәрбиесін соған қоса, барлық келіндік міндетін ойдағыдай атқарып жатыр. Үлгілі жанұядан тәрбиеленіп шыққан қыздар менің жанұяма келін болып түскеніне өте қуанышты. Ай, бәрекелді.